Қайырлы күн достар, ассалаумағалейкум. Мен бүгінгі сіздерге көрсетейін деп отқан видеомда мен осыдан 7 жылдай бұрын қан қысымым көтеріліп ауруханаға түскен. Одан кейін қазіргі уақытта дәрі-дәрмекпен емделмей табиғи өнімдерменен тұнба жасап ішіп емделуге болатын мен сіздерге өзім жасап, өзім ішкен тұнбамды көрсеткім келіп отыр. Ол үшін бізге қазір мынау бір, әрине мен қазір аршып дайындап қойдым, бір сарымсақ, бір тал сарымсақ және бір тал лимон қышқылы керек. Біз бұны ары қарай дайындауымыз үшін, тұнбаны дайындауымыз үшін біз қазір бұларды әрине блендермен де болады, ет турағышпен де болады, және қолменен де турауға болады. Бір сарымсақ, бір лимонды біз қазір қолменен майдалап тураймыз. Қолмен майдалап тураймыз. Және бұл тұнбаның қандай адамға әсер етеді. Тұнбаның бұл түрі қосылғанына қарағанда иісі де, дәмі де жағымды келеді мысалы. Дайындалуы қиын емес. Мысалы, мына сарымсақты қабығынан бәрін ажыратамыз. Одан кейін лимонды да осындай күйде тураймыз. Міне, осылайынан тураймыз бәрін. Және бұл тұнбаның мынау адам ағзасындағы үйіп қалған қандарды, яғни холестериндерді, тромбтарды бәрін ертеді. Қан тазалайды. Содан жалпы жақсылап бәрін араластырып осылай турағаннан кейін біз бұны осы дайындап болғанға дейін біз қазіргі кезде су қойып қайнатып қоямыз. Су қойып қайнатып қоямыз. Міне, осылайынан тураса да болады бұны. Сондай бір әдемі тұнба пайда болады. Түсі де сондай жағымды тұнба пайда болады бізде. Тура болдық. Енді бұны кәдімгі шыны банкіге 1 литрлік саламыз. Саламыз 1 литрлік банкіге. Және қайнаған суды жылытып толтырамыз. Bir литрлік банканы. Міне, осы ретте дайындап аузын жабамызда 3 күнге мынау
күн түспейтін төмен жерге, яғни диван астына қойсақ та болады. Төмен жерге қойып 3 күн қоямыз. Арасында міне былай шайқап қойып отырамыз. 3 күннен кейін сүзіп алып, мұздатқышқа қойып, күніне 3 мезгіл ішуге де болады. Тамаққа дейін 20 минут бұрын. Ашқарынға да ішуге болады, бірақ асқазанға кішкене әсері болуы мүмкін. Қанша дегенмен лимон ғой. Сондықтан құрметті достар, бас ауырып, қан қысымы көтерілген болатын болса, міне осындай тұнбаларды жасап ішуге болады. Мен өзім ішіп, 7 жыл болды, 7 жыл бойында мен өзім ішіп, осы тұнбаны пайдаланам. Жылына 1 рет, немесе 6 айдан кейін 1 рет осылай пайдаланып, қазіргі таңда ешқандай дәрі ішпеймін. Ал видео ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және келесі видеоларда қандай видеолар көргілеріңіз келеді, пайдалы ақпараттар көргілеріңіз келеді, төменге пікірлеріңізді жазып кетуіңізге болады. Ал енді құрметті достар, сау саламатта болыңыздар, ауырмаңыздар.